Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар, отандастар, жерлестер, бауырлар, туыстар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Қалдарыңыз қалай? Ораза күндері қалай өтіп жатыр? Оразада ауыздарыңызды ашып, терлеп тепшіп, жайбарақат үйде отырған боларсыздар. Міне бүгін микрофонға күнде жақындай түсем, естілмейді деген шағымдар көбейіп жатқасын. Бірақ басқа девайстарда, басқа құрылғыларды тексеріп көрдім. Таныстарымнан да сұрастырдым, естіліп жатыр дейді. Мүмкін жаңағы сіздерде естілмей тұрған болса, сіздер өздеріңіздің құралдарыңызды тексеріп көріңіздер. Мүмкін сол жерде ақау болып тұрған шығар. Соны айта келіп еді, бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын. Бүгінгі тақырып тағы да сол Назарбаев. Назарбаевтың жан-жағындағы жанжал болғанда сол басында бізге өтірікті соқты, мынау шал кет дегесін кетірдік деп айтып, бұларды бір кішкене тынышталдырайық деп алдаусыратып қойды бізді. Одан қалды жаңағы ұрлаған, қарыған бәр мүліктеріне жаңағы бәрін бұғаттаймыз, бәрін елге қайтарамыз деп ұрандатты. Оның бәрі өтірік. Мына шетелдегі жан-жақта жүрген біздің мынау халқым, елім деп шырылдап жүрген жігіттер, үлкен командалар жұмыс істеп жатыр. Бұл жөнінде оны өздеріңіз де білесіздер, оны олар жасырып та отырған жоқ, айтып та жүр. Соны жаңағы санкция салдыру, қайткен күнде де сол ақшаның бәрін елге қайтару деп жүрген кезде, мынау Тоқаев биліктегі өз командасымен, өз командасы болғанда, сол биліктегі адамдардың барлығы мынау Назарбаев үшін жұмысты аянбай жұмыс жасап жатыр. Олай деп отырған себебім, мына кеше күні бүкіл мүліктеріне жаңағы қайтарамыз деген кезде Тоқаевтың айтқаны национализация жасаймыз деді, мүліктерді ұлттандырамыз деді. Бұған халық мәз, халық елге қайтады екен, оның бәрі келеді екен деп. Жоқ, ол басыбайлы конфискацияласақ, ол кезде басыбайлы барлығы жаңағы халыққа қайтарылады. Ал мынау национализация, ұлттандыру деген сөз, мүлікті ұлттандыру, бұл жаңағы приватизация сияқты. Сіз приватизация жасаған кезде, баспананы приватизация жекешелендірер кезде сіз оған құн төледіңіз. Солай емес па, өзіндік құнын төлеп, соны приватизация жасап алдыңыз. Міне национализация да сол сияқты. Ертеңгі күні Тоқаев Назарбаевтың жаңағы бүкіл мүліктерін национализация жасаған кезде, мүліктерді ұлттандырған кезде, оған өзіндік құнын төлеп береді. Көрдіңіз ба? Түп тамыры қайда жатқанын? Міне, сол кезде бұл жаңағы мүліктерге национализация жасалған кезде төленген өзіндік құнын Назарбаев емін еркін жүрген жердің бәрінде жұмсап, соған күн көріп жүр алады. Оған ешкім, ешқандай да шетелде де, басқа жерде де оған ешкім ешқандай претензия қоя алмайды. Соның бәрін Тоқаев заңдастырып берейін деп отыр. Ал конфискация жасаса, ол кезде оның ешқайсысына қолын жеткізе алмас еді. Дұрыс қой. Мына қазіргі мүліктерінің бәріне санкция салынған кезде, бәрі бұғатталған кезде, міне шетелде де, еш жерде де бұл ол ақшаларын ала алмайды, жұмсай алмайды. Өзі де, туған туысқандары да. Ал мына национализация жасатқан кезінде бұл жаңағы Тоқаев өзіндік құнын заңды түрде үкіметтен төлеп береді, ал ол ақшаны ол емін еркін бәр жерде жұмсап жүре алады. Көрдіңіздер ма, тағы да қалай бұлар халықты ақмақ қылып миын ашты отырғанын? Міне осындай сұрақтарды Мұхтар Әблязов жақсылап түсіндіреді. Конфискация мен национализацияның бәрінің айырмашылығын жақсылап айтып береді, бірақ ол кісі енді жаңағы орыс тілінде бұның бәрін айтады. Енді соны кеше ана жолы өзім бір тыңдағанда ойыма алғанмын. Енді осы кісінің осындай жақсы мәлімдемелерін, орысша айтқандарын
қазақшаға сіздерге жеткізіп отырайыншы деп, сол мүмкіндігім келгенше уақытыма қарай мен сол енді жақсы ақпараттарды осындай сияқты адамдарды шатастыратын осындай үкіметтің құйтырқы түлкі осындай саясаттарын мен сіздерге жеткізіп отыруға тырысамын. Сонымен біз ол национализация жасауына көнбеу керекпіз халқым. Бұның заттарының бәрі, Назарбаевтың мүліктерінің бәрі конфискелену керек, конфискация болу керек, национализация емес. Национализация ұлттандыру, мүлікті ұлттандыру деген сөз өннің өзіндік құнын Назарбаевқа қайтарып үкіметтің атынан төлеп береміз. Сонда өзіміздің затымызды өзімізге қайтарғанымыз үшін, сонда одан ол бізден ұрлады қаншама жыл соның бәрін, енді соны өзіміздікін өзімізге қайтару үшін сонда біз одан сатып алады екенбіз бұл мүліктерді. Көрдіңіздер ма? Міне, Тоқаевқа сеніп жүргендер, Тоқаевқа әлі де сенім артып, мүмкіндік берейік деп жүргендер, ойланыңыздар. Сол билікте отырған депутаттар, ағалар, қандай лауазымда отырғандар, неге соны көріп, біліп отырып, жұмған ауыздарыңызды ашпайсыздар? Ал білмеймін, қандай енді сіздерге сөздер айтылу керек, мен түсінбеймін. Бәріңіз бірдей емес шығарсыздар, бәріңізге бірдей күйе жақпайын. Бірақ сол 5 күндік күндеріңізді күйттеп, сол шалдың, Назарбаевтың шашбауын көтеріп, қайткен күнде де сол байғұс шалды еншімен жақсылап тұрып шығарып саламыз деп ат салысып жүрсіңдер. Ал бұл халықты неге аямайсыңдар? Бұл халықтың жарасын одан сайын тырналап, үстіне тұзды сеуіп жатсыңдар осы қылықтарыңмен, жұмған ауыздарыңды ашпағандарыңмен қоймай, міне осындайға жол беріп отырсыңдар. Ал ертең X күні келеді, содан кейін елдің бетіне қалай қарайсыңдар? Неге осы кезден бастап халық жағына шығуды ойламайсыңдар? Неге халықпен қосылып, сол X күнін жақындатпайсыңдар? Сендер Тоқаевпен қосылып, шалмен Назарбаевпен қосылып, халықты құрдымға сүйреп бара жатырсыңдар. Халық көтерілді, бәрін қырып салды. Сендер жұмған ауыздарыңды әлі ашпадыңдар. Соның жауабын әлі алып берген жоқсыңдар. Ал не үшін отырсыңдар о жерде? Ал егер шын халық дейді екенсіңдер, халықтың мүддесін, халықтың жағдайын үшін сол жерде жүр екенсіңдер, тұрыңдар орындарыңнан. Айтыңдар бәрің бір ауыздан. Халықтың жоғын жоқтаңдар. Жұмған ауыздарыңды ашпай, отыра бермей ол жерде. Халқым айналайын, бірігу керек. X күнін бірге жақындату керек. Мыналардан, биліктегілерден ештен пайда жоқ. Бұлар сол Назарбаевтың әлі күйін күйттеп, қайтсек соның жағдайын жасап береміз деп ат салысып жатыр. Халықты ойлап атқан біреу жоқ. Сол үшін халқым, бірге болайық, бір болайық, X күн бірге жақындатайық. Оразамыз қабыл болсын, оразадан оразаға 4 көзіміз түгел, аманшылықта жете берейік. Алға Қазақстан!